Бәріне сәлем. Бұл видеода сіз бірер минут ішінде құрманың пайдасы мен олардың күнделікті тұтыну нормасы туралы білуіңіз керек. Барлық нәрсені білетін боласыз. Құрманың құрамында 65% көмірсу бар. Бұл басқа жемістермен салыстырғанда ең жоғарғы пайыз. Олардың құрамында 14 минерал, 23 түрлі басқа жемістердің көпшілігінде жоқ амин қышқылдары бар. Сондай-ақ А, Б, В1, В2, В6, С, Е, К сияқты витаминдер бар. Олар көмірсулардың сіңімділігіне ықпал етеді. Қандағы глюкоза деңгейін және май қышқылдарының құрамын реттейді. Құрмадағы диеталық талшықтар онкология қаупін азайтады, ал олардың құрамындағы калий жүрек бұлшықетіне ең қолайлы әсер етеді. Көптеген өсімдік тағамдары сияқты құрмаларда холестерин мүлдем жоқ. Құрма құрамындағы фтор қалыпты мөлшерде тұтынған кезде тістерді кариес ауруынан сақтайды. Бірақ құрманың құрамында 60% қант бар. Бұл басқа жемістердегі мөлшерден әлде қайда жоғары болғандықтан, оларды күніне тұтынудың оңтайлы мөлшерін белгілеу керек. Бұл ересек адамдар үшін 4-5 жемістен, ал бала үшін 1-2 жемістен артық емес. Кептірілген құрма миға пайдалы әсер етіп, оның өнімділігін 20%-ға арттырады деген пікір бар. Құрма әсіресе әйелдерге жүктілік кезінде, босану кезінде және баланы тамақтандыру кезінде пайдалы. Олар босануды жеңілдетеді және босанған әйел ағзасындағы сүт безінің жұмысына көмектеседі. Басқа нәрселермен қатар құрманың қорытылуы өте көп уақытты қажет ететінін атап өткен жөн. Сондықтан оларды ұйқыға дейін 1,5-2 сағат бұрын тұтыну ұсынылмайды. Есіңізде болсын, адамның диетасы әртүрлі болуы керек және барлық нәрселерде пропорция сезімі болуы керек. Әсіресе фигурасына қарап отырған жандар құрмаға тымалданып қалмауы керек. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, жаңа видеоны көріп, пікірге жеке өзіңіз күніне қанша құрма жейтініңізді жаза кетіңіз.